Жаны рубинмен қапталған. Жақсы екен. Жан, осыны алсақ бар ғой, еш өкінбейсің. Иә. Ал ақша, қандай әдемі. Мамама оны айт деп ойлайсың ба? А? Мамаға? Иә. Жоқ, мамаға болмайды. Неге? Бұл слишком молодежный. Не жақсы жүз таңдап берші мамама. Көптен бері бір сыйлық жасағым келіп жүреді. Мамаға ма? Қайсысын көрсейін? Мына жүзді көрсетіңізші. Жасыл көз бе? Иә, иә. Осы. Бағасы қанша? 25 мың теңге тұрады. Тым арзан емес па? Мәселе бағасында емес қой. Мамаға шын көңілмен берсең болды ғой. Әдемі екен, бағасына қарайды дейсің осыны. Бір қорапшаға орап берсеңіз? Жарайды қазір. Мінекей, ақшаңыз. Анашым, біз келдік. Балапандарым, келдіңдер ме? Анашым, мен бүгін 3 сабақтан 5 алдым. Рас па? Я, анашым. Жарайсың. Мен ертең 3 сабақтан 5 алам. Жарайды, тез барып, киімдеріңді ауыстырыңдар. Қазір тамақ дайын болады. Жаным, көңіл күйің жоқ қой. Тамағың дайын ба? Иә, дайын. Қазір. Алло? Алло, Жан, қайдасың? Жұмыстамын. Ал мен сені үйде күтіп отырмын. Келесің ба? Иә, қазір барам. Қазір. Тыныштық па? Не ғой, жұмысқа қайта шақыртып жатыр, кетуім керек. Тамақ ішіп кетсеңші. Мен келем ғой. Келем. Жаным, мына сыйлық саған. Қалай сонда? Бұл жүзік негіз саған арнап алғам. 25 мың теңгенің жүзігін маған әкеп тұрсың ба? Иә. Мамаға деп едің ғой. Сен де мамасың? Талғат, бұл не? Мазағың ба? Мен мына жүзікті қалай тағам? Енді өзің емес пе таңдаған? Ал мен мамаға деп ойлағам. Ал менің мамам қалай тағады? Қош, Талғат. Сондықтан біреуге сыйлық